досың жолдасың, өмірдегі жолбасшың, жақын жүрсең оған сен, жаман бала болмасын. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі шығарылым жерлес жазушымыз Айзат Серікқызы Рақыштың шығармаларына арналады. Жазушы, ұстаз, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі Айзат Серікқызы Рақыш Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. 2006 жылы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы факультетін аяқтап, үлкен шығармашылық ортаны аңсап Алматы қаласына кетеді. Сол жылдан бастап тілшілік, жазушылық жолға түседі. Алғашқы әңгімелері республикалық Мұқағали журналында, халықаралық Қазақстан заманы газетінде жарық көрген. Қаламгер 2015 жылы тұңғыш прозалық жинағын «Өлгендер қайтып келеді» атауымен оқырмандарына ұсынады. Бұл кітап үлкен қаламгерлер тарапынан оң бағасын алып, оқырмандарының жылы ықыласын туғызды. 2018 жылы сәуір айында автор өзінің екінші прозалық жинағының тұсауын кесіп, оқырмандарына «Мұз үстіндегі қызғалдақ» атауымен ұсынды. Бұл кітапта жазушы ұлт болашағына байланысты көкейтесті мәселелерді көтерген. Мұзды кезеңдерді көктей өтіп жеткен тәуелсіздік қызғалдағы қыран текті нағыз қазақ барда өшіп, солмасына автор сенеді. Сонымен қатар жазушының балалар әдебиеті жылы қарсаңында «Балалықтың соңғы күзі» атты хикаяттар мен әңгімелері топтастырылған жаңа кітабы жарық көрді. Бұл әдебиет айнасындағы Айзаттың әдебиет әлеміне салмақпен басқан үшінші қадамы. Жинақ хикаяттар мен әңгімелерден, сондай-ақ шағын көлемді әзіл әңгімелерден тұрады. Кітап атауын арқалаған «Балалықтың соңғы күзі» хикаяты жеткіншектердің өмірдің ащысын татып үлгерген кермек тағдыры турасындағы сүбелі туынды. Небәрі 15 жастағы Арманның күйігі әкесінің маскүнемдігі. Жеткіншекті мезгілсіз есеткендей осы жайт. Өзімен Перизат есімді мұңдас тапқан Арман шынайы достықтың алауын жағады. Хикаят Арманның араққа қарсы амал табамын деп өзіне серт етумен аяқталады. Қазіргі қоғамда өзекті мәселені қаламгер балалар тағдыры арқылы бейнелеп, оқырманына ұсынады. Құрметті оқырман, Айзат Рақыштың «Мұз үстіндегі қызғалдақ», «Балалықтың соңғы күзі» атты кітаптарын кітапхана қорынан алып оқи аласыздар.